Сәлем қыздар. Бүгін біз сіздер білен бауыр мен картошканы жұмсақ әрі дәмді қауыру жолы білен бөлісеміз. Ол үшін бізге алдын ала туралған бауыр, пияз, картоп керек болады. Қазанымызға сұйық майымызды қойып, қызығаннан соң бауырымызды, пиязымызды салып, бір келкі болғанша жақсылап қуырамыз. Жақсылап қызарып қуырылып жатқан пиязымыз бен бауырымызға өздеріңіз қалағанша дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен бұл жерде тұз, зіре, мұрыш салдым. Сіздерді өздеріңіз қалаған приправалар салсаңыздар болады. Ал енді бұның үстінен алдын ала туралған картопымызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Картопты қуыру уақыты 5 минут көлемінде, асты жоғары отта тұр. Бес минутта жақсылап қызарғанша картошканы қуырып алдық. Ал енді біз үстіне өзіміз қалағанша су қоямыз. Мен картоптың бетімен бірдей қылып су қойдым. Менің балдарым сулы болғанды жақсы көреді. Бір қайнап шыққан соң астын жай отқа қойып, 40 минут көлемінде бұқтырып қоямыз. Мінекей, біздің тамағымыз дайын. Дастарханға тарта берсек болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.